Bismillah. Бүгінгі сабақта инна және оның бауырларын өтеміз. Инна және оның бауырлары өйткені бұл рофтың келесі орны. Иннаның хабары не болады? Роф болады. Рофтың алтыншы орны. Инна және бауырларына мыналар жатады. Инна, анна, канна, лайта, ла'алла. Мысал берсек, мысалы әл-бустану мусмирун десек, бұл мүбтада мен хабар. Әл-бустану мүбтада, сол үшін не болып тұр? Марфуқ болып тұр. Мусмирун жеміс беруші, бақша жеміс беруші. Мусмирун деген хабар, сол үшін не болып тұр? Роф болып тұр. Енді осы мүбтада мен хабардың алдына иннаны кіргізсек. Инна, расында деген сөз ғой. Не болады? Мынау мүбтадамыз мансұб болып кетеді, фатха болып кетеді, мансұб болып кетеді. Ал хабарымыз не болып қалады? Марфуқ болып қалады. Сөйтіп, мынау мүбтада, енді мүбтада деп айтпаймыз бұны. Бұны не деп айтамыз? Иннаның исімі деп айтамыз. Ал мынау хабарды хабар деп айтпаймыз, енді иннаның хабары деп айтамыз. Сонымен мүбтада мен хабарға инна кірсе, не істейді екен? Мүбтаданы өзінің исімі қылып жібереді екен, және де насып қылып жібереді екен. Ал хабарын өзінің хабары қылады, иннаның хабары қылады, және де хабар марфуқ болып қалады. Сөйтіп, рофтың келесі орны, алтыншы орны не? Иннаның хабары екен. Иннаның хабары не болады екен? Марфуқ болады екен. Сөйтіп, рофтың біз алты орнын бүгін бітеміз. Бірінші орны фа'л, екінші найб фа'л, үшінші мүбтада, төртінші хабар, бесінші кананың исімі, алтыншы не? Иннаның хабары роф болады екен. Енді инна сияқты анна, канна, лайта, ла'алла осылар иннаның бауырлары деп айтылады. Өйткені бұның бәрі инна сияқты не істейді? Мүбтада мен хабарға кіреді де, мүбтаданы өзінің исімі қылып роф қылады, хабарды өзінің хабар қылып, мүбтаданы өзінің исімі қылып насып қылады, хабарды роф қылып қалдырады. Мысал келтірсек, аннаға мысал келтірейік. Егерде әл-бустану мусмируға анна дегенді алдына қойсақ, анна әл-бустану мусмирун болады. Иннаның мағынасы расында деген сөз, аннаның мағынасы екен деп деген мағынаға келтіреді. Мысалы, анна бустана мусмирун десе, мағынасы не болады? Бақшаның жеміс беруші екенін деген мағынада болады. Анна келген кезде алдына бір сөздер келу керек болады. Мысалы, алимту, роайту деген сияқты. Алимту, анна бустана мусмирун деп айтамыз сөйлемде. Бақшаның жеміс беруші екенін көрдім. Роайту немесе, бақшаның жеміс беруші екенін көрдім, білдім деген сияқты аннаның алдына бір сөздер келу керек. Каанна сияқты деген сөз. Неға қойсақ, каанна бустана мусмирун болады. Мағынасы бақша жеміс беруші сияқты. Каанна деген не? Сияқты деген мағынаны білдіреді. Лайта шіркінай деген сөз. Тілеу мағынасын білдіреді. Лайтал бустана мусмирун десек, шіркін бақша жеміс беруші болса ғой деп армандағанды білдіреді. Лайта бустана мусмирун. Шіркін бақша жеміс беруші болса ғой. Ла'алланың мағынасы мүмкін шығар деген сөз. Ла'алла бустана мусмирун десек, бақша жеміс беруші шығар. Бақша жеміс беріп тұрған шығар деген мағынаны білдіреді. Сонымен, мүбтада мен хабардың алдына инна және оның бауырлары кірсе не істейді? Мүбтаданы насып етеді, оны исімі деп айтамыз, ал хабарды роф етеді, оны иннаның хабары деп айтады екенбіз. Бұл бір мәселе.